Жарайды балалар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Отыра қойыңыздар. Балаларымыз бүгінгі сабағымызды алғаш болып үй тапсырмасынан бастасақ, таптада өздеріңізді өткен білімді еске түсіру үшін ұяшықты таңда әдісі арқылы таптада бірнеше ұяшық берілген, осы арқылы үй тапсырмасын есіңізге түсіріп алайық. Қай ұяшықтар таңдайсыздар балалар? 3. Тану жағдайындағы ерекшелік шығыс халықтар үшін басым құндылықтар. Не болып есептерінде кім айтады? Қазіргі сезім. Қауымдастықтан болып, жеке тұлғада қоғам басым туралы отбасы элементі болып саналады. Яғни жеке басқа қарағанда қоғам, отбасы маңызды болып саналады. Жақсы. Балалар бүгінгі сабақтың қолымызда қойып тұрғандай тәттімен бағалайтын боламыз. Сымбат, жарайсың, бір тәтті ала ғой. Сезім. Келесі балалар қайнен таңдаймыз? Екінші яш. Ақш өзінің әлемдік көшбасшылығын қалыптастыру жолында қандай іс-әрекеттер жасайды? Кім айтады? Әдемі ғой, әдемі. Университеттердің, ғылыми-мәдени орталықтардың, қорлардың зияткерлік күшін пайдаланады және калибот арқылы саясат пен идеология саласында және бұқаралық ақпараттық құралдарында да өздерінің құндылықтарын сақтаумен, дайындаумен айналысады. Дайындаумен айналысады. Өте жақсы, жарайды. Қандайымыз балалар? 5-ші яш. Жақсы. Қазақ халқы жаһандану жағдайында ұлттық бірегейлікті сақтау мәселесінде неге көбірек мән беру керек деп есептейсің? Кім? Алтынай? Ұлттық салт-дәстүрлерімізді ұмытпау және ұстану, ұлттық салт-дәстүр киімдерімізді киіп жүру және ұрпақтарға оны үйретіп көрсету. Өте жақсы, жарайды. Яғни өзімізден кейінгі ұрпақтарға да соны насихаттап жүру керек. Өте жақсы, жарайсың Алтынай. Батыс елдердің халықтары үшін басым құндылықтар. Яғни батыс халықтары үшін басым құндылықтар. Қандай көресіңдер, кімдер балалар? Кім? Сезім? Жақсы. Сезіммен Алтынай ғана белсенді салқат болды. Жақсы, айтады. Айгерім? Жеке бостандық пен жеке құқықтар мен өзін еркін көрсету. Есін көрсету. Яғни шығыс халық пен батыс халқының ерекшелігі, яғни батыс халықтары өздерінің жеке құндылықтарын не қылады? Басты орынға қояды. Жақсы, жарайсың Айгерім. Кім айтады? Жақсы, Мержан? Экономикалық өсім, өмір сүрудің жоғары деңгейі және жақсы мүмкіндіктер. Жақсы мүмкіндіктер, дұрыс. Экономикалық өсім, жарайсың Мержан? Енді соңғы. Жақынданудың жағымсыз жақтары нені айта аламыз? Кімдер айтады басқа? Дана? Байлықты бөлудегі теңсіздік, кейбір аймақтардағы қақтығыстардың таралуы, сонымен қатар табиғи ортаның нашарлауы. Өте жақсы, жарайсың Дана. Лаңкестік туралы әрекеттер туралы көрсеткен боламыз. Жақсы. Қане суретті қарайшы балалар? Сурет көріп тұрмыз ғой? Неге байланысты сурет? Терроризм. Келесі балалар аша. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дәптер кітаптарын аша алыңдар. Бүгінгі күнделікті жазамыз 29-ды. Бүгінгі сабақтың тақырыбы адамзат үшін лаңкестік несімен қауіпті. Мақсаты қазіргі кездегі халықаралық лаңкестік және
экстремизм проблемасын талдау және оған баға беру. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты өздеріңіз көріп отырғандай қазіргі кездегі халықаралық лаңкестік және экстремизм проблемасын талдау, онан кейін қоғам өміріндегі дәстүрлі және деструктивті діни ұйымдардың іс-әрекетіне баға беру және қазіргі қоғамдық саяси мәселелерді түсіну және интерпретациялау үшін дін туралы білімдерін пайдалану. Балалар, тақтада терроризм, экстремизм сөздеріне анықтама берген, дәптеріңізге жазып қоямыз. Терроризм сөзі латын тілінен аударғанда, яғни саяси мақсатты сылтауратып, яғни күш қолдану. Бұл ұғым 18 ғасырда француз революциясы кезінде якобиндіктер жүргізген репрессиялық саясатта қолданған болатын бұл атауды. Онан кейін екінші экстремизм, бұл шеттету деген мағынаны білдіреді, яғни орталықтан ауытқан, белгіленген жерден тыс кету деген мағынаны білдіреді. Жалпы бұл тәртіпті мойындамайтын және өзінің пікірмен ғана әрекет ететін деген мағынаны білдіреді. Болып жатыр, жақсы. Ең алғаш рет балалар халықаралық лаңкестік термині 1990 жылдары Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіндегі мемлекеттік лаңкестік саясатына жол бермеу туралы қарардан кейін пайда болды. Қазір әртүрлі осы лаңкестікке байланысты халықаралық көптеген ұйымдар жұмыс жасайды. Мысалы Біріккен ұлттар ұйымы және сонымен бірге осы ұйымда Қазақстанда белсенді түрде жұмыс жасайды. Және осы қауіпсіздікке байланысты Қазақстан 2016 жылғы Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі бас штабында өткен үлкен кеңестің нәтижесінде 2017-2018 жылдары Қазақстан осы Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайланды. Бұл деп отырғанымыз Қазақстан осы Орта Азия елдерінде. Экстремизм мен терроризм бүгінгі 20 ғасырдың дерті. Адамзат тарихында белгілі бір кезеңдерде соғыстар болып жатты. Соңғы 5 жылда 15 мыңнан астам кіші және үлкен соғыс болмайды деп сенді. Кеңеске қол жеткізгенмен әлі де әлемде бейбіт заман басталмай жатыр. Терроризм бұл соғыс. Одан ешкім сақтана алмайды. Ғарышқа барып жатқан үлкен державалардың өздері қолынан оқ ұстап, халықты жоюға дайын бір топ адамдарға қарсы шығуға әлсіз. Себебі терроризм саяси өмірдің бір факторына айналып жатыр. Оған дәлел ретінде мемлекеттік қайраткерлерді, бақ өкілдерінің өлімі, көлік, мысалы басқа да қоғамдық адамдардың жаппай қырылуы. Видеодан көргенімізде экстремизм, яғни лаңкестіктің қаупі туралы. Жақсы, енді кітаптарында аша қойыңдар. Кітабымызда 25-ші параграфте, яғни бүгінгі әлемдегі лаңкестіктің қаупі деген тақырыпты көріп тұрмыз. Осы тақырып бойынша мәтінді оқи қойыңыз. Әлемдегі ең ірі лаңкестік әрекеттерді атаңызшы. Қандай әрекеттер бар? Қол көтеріп, орнымыздан тұрып айтамыз Берия. Кім айтамыз? Берия, жақсы айта қой. 2001 жылы Нью-Йоркте оған ақштың ең күрделі базасына
Жоқ, соны тоқталса екен. Толтыратындар бар ма балалар? Иә, айта ғой. 3.000-ға жуық адам қаза тапқан лаңкестік әрекеттердің 4 адамнан құралған лаңкестік болды. Олар 4 ұшақта не болды? Басы балық. Отырамыз, балалармен жауаптарына жақсы, келесі тағы. Және де олар адамдар бірігіп ұшақтармен шет-шетінен лаңкестік шабуыл жасайды. Жақсы, отырамыз. Ол дейін, Есұлтан. Және 2004 жылы 1 қыркүйекте Бесланда мектепте бас болды. 2 күн ол жерде 900-ге жуық оқушылар мен олардың туыстары, ата-аналары кемпір ұстауды өте жақсы, өтегі әлемдегі ең қатыгез жасалынған лаңкестік әрекеттердің бірі болған болады бұл Бесланда жасалған ер, тағы жақсы айта ғой, әдемі. 2016 жылы шілде айында Үндістандағы Мумбай қаласында 7 пойызды 7 вагондарға ішіне жарылыс салып, және сол жарылыстың нәтижесінде 290 адам қаза болып, 700 адам жараланған. Өте жақсы, неке осындай нақты жауап естігім келеді. Жақсы, тағы қандай сәтті айта ғой. 2015 жылы қазан айында Ресейде жасалған лаңкестік әрекет Мысырдан Санкт-Петербургке байқалды. Ұшып келе жатқан ұшаққа жасалған болатын. Ол жерде 214 адам қаза тапты. Балалар, соңғы кешегі жақыннан болған ғана жағдай қандай оқиға еді бала Сибирьдің Мәскеудегі, иә? Концерт залына жасалған, террористка жасалған еді? Лаңкестік шабуыл болған болған, жақсы, өте жақсы балалар. Енді осы өздерінің алған білімдері бойынша әрі қарай бүгінгі тапсырмамызға көшейік. Неге? Бірінші тапсырма балалар, топтық тапсырма. Бірінші топ, яғни бейбітшілік тобы сіздердің тапсырмаларыңыз. Бірінші топқа кеп. Діни экстремизмнің пайда болуына алып келетін факторлар. Ал екінші ынтымақ тобы сіздердің тапсырмаларыңыз. Лаңкестіктің негізгі белгілері. Және үшінші топ сіздердің тапсырмаларыңыз терроризмнің болдырмау жолдары. Алдарыңызда, иә? Өздерге бүгінгі тапсырма бойынша сонда балалар жылдамдыққа жұмыс жасаймыз. Қайтып ертерек болды, белгі береміз. Жақсы. Бірінші тапсырманы, яғни бірінші топтың
бар. Ол қоғамдық жағдайға байланысты. Яғни әр қоғамдық жағдайда олар қалай болып келеді. Әйтсе де діни экстремизмнің пайда болуы мен таралуымен базистік несі болады, мәселесі болады. Әрине айтып кеткендей, ол қоғамдық жағдайға байланысты. Ол факторлар әлеуметтік экономикалық тоқырау, жергілікті тұрғындардың көп бөлігінің өмір сүруінің түсіп кетуі, саяси институттардың деформациясы және діни сауатсыздық болып келеді. Бұл маңызды факторларға қосымша зерттеушілер экстремизм пайда болу себебі мен дамуына тағы бір-екі мысалдарды айтады. Экстремизм көріністеріне қарсы күрестің осалдығы тұрғындардың жеке мәселелері, саяси және мемлекеттік құқықтың жоқтығын және мемлекет аралық қатынастардың әлсіреуі және тағы басқа болып келеді. Не экстремизм пайда болуына алып келеді? Факторлар, иә, балалар, бірнеше факторлар. Лаңкестіктің негізгі түрі жанкешті лаңкестік шабуыл болып табылады. Лаңкестік негізгі белгілері саяси қастандық, мысалы қорқыту, мемлекеттік басқару жүйесін бұзу. Лаңкестіктің негізгі белгілері ондай топтардың қызметі орталықсыздандырылған және лаңкестіктің негізгі түрі лаңкестік шабуыл болып табылады. Және ол адамдарды өмірге қауіп туғызу және мемлекет ішіндегі мемлекеттік биліктің бір-біріне қарама-қарсы мемлекеттің қарама-қарсы, яғни билікті бұзу. Жалпы лаңкестік істейді. Адам өміріне қауіп туғызады. Негізгі белгілерін балалар көрдік па? Тыңдадық па? Жақсы, отыра қойыңдар. Отыра қойды, көшелер. Жолдары бар. Саяси ынтымақтастыққа диверсияларды, тұрғындарды өліммен қорқыту және саяси мәселелерді сылтауландырып күш қолдану. Қазіргі кезде көбінесе ислам атын жамылып әрекет ететіндер өте көп. Және де аймақтарда кеңінен және ерекше болып танылған діни экстремизм болып табылады. Қазіргі кездегі терроризмге қарсы ұйымдардың көптігі бұқаралық экстремизм және көптегі Қытайдағы және ол басқа мемлекеттік терроризмге қолдау білдіруді айтылады. Қандай жолдар бар болды ма? Қазіргі кездегі терроризмді байқалған кездегі бірден халық саясатындағы адамдарға хабарласу және олардағы мемлекетке қойылатын қауіпті заттардың бірден жеткізілуі болып табылады. Қауіпсіз орындарға. Жақсы, ала қойыңдар жұмыстарында. Өте жақсы. Балалар, енді бүгінгі осы бірінші тапсырма бойынша топтарды бағалап жіберейік. Тақтада көріп тұрғандарында балалар инстаграмды өткізді. Инстаграмда қалай жұмыс жасайды? Қазіргі әлемдегі лайк, комментарий, жақсы. Онда міне бейбітшілік тобын, ынтымақ және достық тобын, ынтымақ тобын қалған екі топ солай комментарий арқылы бағалаймыз. Қолданыңызға стикерлер жүр, балалар. Сол стикерге тез өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып. Тақтаға неге қойыңыздар инстаграмға. Бір сөйлеммен жеткізіп. Бірінші топтың, екінші топтың аты ынтымақ, бірінші топтың аты бейбітшілік. Үшінші топ достық тобы. Оларыңыздан шықты, өздеріңізге жақсы ақпарат ала алдыңыздар. Сол топта өздеріңіздің комментарияларыңызды әкеліп іле қойыңыздар. Сен өзіңнің тобыңды бейбітшілікке қоймайсың, қалған
терроризммен күрестің бір тетігі ұлттық тәрбие. Ауызша жауап берсеңіздер болады, сәл ойланып алыңыздар. Терроризммен күреске біздің ұлттық тәрбиеміздің қаншалықты рөлі бар, яғни маңызы қаншалықты, ойларыңызды жеке пікірлеріңіз арқылы ауызша білдірулеріңізге болады. Кім білдіреді? Және әлтімен марапатталамыз, әдемі айта ғой. Бүгінгі таңда терроризммен күрестің бір тетігі ұлттық тәрбие болса, шындығына келгенде бүгінгі таңда орын алып отырған осындай басқыншылықтар мен жазушылардың себебі ол дін дұшпандары осы терроризмді дін дұшпандары тұрған олар ислам дінін ұстанған киіктарында маска киген, олар жастарға уағыздарды теріс жағынан өтірік көрсетіп. Енді осыдан сақтану үшін біздің ұлттық тәрбиеміз қаншалықты маңызды? Сақтану үшін әрбір мұсылман тұла салып осы мұсылмандық ұстанымды ата-бабамыздан келіп жатқан осындай мұсылмандығымызды жастарға тәрбие тәрбиесіне балалардың бойына сіңіруіміз керек. Жақсы, тағы Дана айта ғой. Қазіргі таңда терроризм лаңкестіктің өте көп болып жатыр. Соның әсерінен қазіргі кезде жазықсыз адамдардың барлығы зардап шегіп жатыр. Оның бізге берген тәрбиесі мысалға бір адам екінші адамға қастандық жасаған жағдай көрінісі өте нашар жағдайда дәрежеде жетеді. Оның біз алдын алатын болсақ, қазіргі лаңкестікке қатысып жатқан адамдарға заңды өте қатты қатайту керек деп ойлаймын. Жақсы, балалар мысалға жаңа айтып тұрғандай әртүрлі діни ұйымдардың аты жамылған жаңа айтты, әртүрлі бағыттағы адамдар, олар әр ұлттың дінін мойындай ма? Мойындамайды. Сонда біздің ұлттық құндылығымыз қаншалықты мықты болу керек бұл жерде? Қаншалықты маңызды біздің ұлттық салт дәстүріміз? Біз салт дәстүр, ата-бабаларымыздан ұмытуға, орнымыздан тұрып айтайық бала. Біз өзіміздің салт дәстүрімізді керісінше ұмытуғамыз, оны арттыруымыз керек. Және сол салт дәстүрімізді дінмен не болуымыз керек бала? Байланыстыруымыз, ұштастыруымыз керек. Жақсы, тағы пікір айтатындарыңыз бар ма? Айта ғой, Амина. Терроризммен күрес баршаның міндеті. Қазіргі уақытта терроризм мен экстремизмнің таралу қаупі еліміздің қауіпсіздігіне төнетін шынайы қауіп болып Дархан айта. Діни мықты болу керек. Діни сауатты мықты болу керек. Сауаттылығымыз не болу керек? Мықты болу керек. Өте жақсы дұрыс айтып береді. Діни сауаттылық яғни әртүрлі ұйымдардың қарсы теріс пікіріне біз не қылмауымыз керек балалар? Еріп кетпеуіміз керек. Жақсы. Балалар енді осы екінші жаңағы маған жауап берген Дархан жауап берді, сосын Амина жауап берді. Балалар театр көрермен әдісі арқылы біз бағалаймыз. Театрда көрермендер өнер көрсеткен кісіні қалай бағалайды? Қандай бағалайды? Жарайсыздар. Жақсы. Бүгінгі тапсырма бойынша балалар өздерін көріп отырғандай, лаңкестік шабуыл ол неге бөлінбейді балалар? Ол жасқа, дінге бөлінбейді балалар бізде. Және ол әлемге әрқашан не қылып жатыр? Қауіп төндіреді. Жаңа айтып тұрғандай, осының алдын алу үшін жаңа Дархан өте жақсы айтты, діни сауатты болу керек адам. Өзіміздің ұлттық дәстүрімізді, ұлттық санамызды не қылуымыз керек балалар? Сақтауымыз керек. Жақсы балалар, енді тақтада бүгінгі сабақ бойынша кері байланыстыр балалар. Өте жақсы түсіндім, барлығы қызықты болды. Немесе кейбір тапсырмаларда кедергі болды. Болмаса, әлі де ізденуім керек дейтін болсаңыздар, тақтаға өздеріңіздің пікірлеріңізді стикер арқылы іліп кетсеңіздер.
жазып ала қойыңыздар. Орталық Азия елдеріндегі діни экстремизмнің арту себептері қандай? Қателеріңізге жазып ала қойыңыздар, тапсырмасын. Бүгінгі сабаққа белсенді қатысқан балаларға қазір бағалау қоямын. Сабаққа сыныптың белсенділігі өте жақсы болды. Жарайсыңдар балалар. Және осы жерде театр көрермен арқылы бағалайық. Жақсы балалар, жиналайық.